Рахымжан Қошқарбаев ұлт мақтанышы, қайсар рухтың, батырлық пен адалдықтың символына айналған тұлға. Рахымжан Қошқарбаев өмірі ерлік пен еліне деген сүйіспеншіліктің жарқын үлгісі. 2024 жылы Қазақстан халқы Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдық мерейтойын атап өтеді. Рахымжан Қошқарбаев 1924 жылдың 19 қазанында Талдықорған өңірінде дүниеге келді. Жастайынан өмірдің қиыншылықтарын еңсеріп, батыл азамат болып қалыптасты. Ұлы Отан соғысы басталғанда ол жас офицер ретінде майданға аттанып, алдыңғы шепте ерлікпен шайқасты. Ерекше ерлік 1945 жылдың 30 сәуірінде Берлин қаласын азат ету кезінде жасалды. Рахымжан Қошқарбаев пен Григорий Булатов жауынгерлік тапсырма алып, Рейхстаг ғимаратына жеңіс туын тікті. Олар 300 метрге жуық ашық алаңды оқ астында еңсеріп ту орнатуы нағыз батырлықтың көрінісі. Алайда бұл тарихи оқиға жылдар бойы лайықты бағаланбай келді. 1999 жылы 7 мамырда Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен оған қайтыс болғаннан кейінгі ең жоғары ерекшелік дәрежесі халық қаһарманы атағы берілді. Соғыстан кейін Рахымжан Қошқарбаев бейбіт өмірге белсене араласып, қонақ үй саласында қызмет етті. Оның тағдыры тек әскери ерлікпен ғана емес, соғыстан кейінгі абыройлы еңбегімен де үлгі боларлық. Биыл біз батырдың 100 жылдығын атап өтіп, оның есімін ұлықтаймыз. Оның есімімен көшелер аталып, ескерткіштер бой көтеруде. Рахымжан Қошқарбаев есімі елордада ерекше құрметке ие. Астанада оның құрметіне аталған даңғыл Астананың ірі магистральдарының бірі болып табылады. Бауыржан Момышұлы мен Рахымжан Қошқарбаев даңғылдарының қиылысында Рахымжан Қошқарбаевтың құрметіне арналған ескерткіш орналасқан. Бұл мерейтой батырдың ерлігін еске алып, оны болашақ ұрпаққа үлгі ету үшін маңызды оқиға. Біз үшін оның өмірі мен ерлігі нағыз патриотизмнің көрінісі.